Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жүзімді осылай қысқа бүтіндей сақтау әдісімен бөлісемін. Жүзімнің кез келген түрін сақтауға болады. Ең алдымен тазалап жуылған жүзімді осылай сабағынан барлығын ажыратып аламыз. Енді таза жуылған банкіге жүзімдерді толтырып салып шығамыз. Одан кейін әрбір 1 литр банкіға 2 ас қасықтан қант салып шығамыз. Банкілерге бөлме температурасындағы су құямыз. Ол суды қайнату маңызды емес. Енді кастрөлдің түбіне осындай сүлгі төсеп, банкілерімізді бір-біріне тигізбей қойып шығамыз. Енді банкінің жартысынан жоғары етіп су құйып шығамыз. Су қайнаған сәттен бастап 15 минут қайнатамыз. Одан кейін банка жапқыштың көмегімен барлық банкілерді жауып шығамыз. Осымен қысқа сақталған жүзім дайын. Бұл жүзімдерді қыста ашып жей беруге болады. Немесе банка сақтайтын орындарыңыз аз болса, осы банкіні алып, үлкен ыдысқа құйып, үстінен 1-1,5 литр су құйып, дәміне қарай қант қосып, компот жасауға да болады. Егер видео пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.